ішкі нервті тексеру. Бұл кезде біз науқастың ішкі нервтің бет аймағына шығатын нүктелерді пальпациялап көреміз. Ауырсыну бар ма, жоқ па? Жоқ. Ендеше? Жоқ. Яғни көз астынан, көздің үстінен, көз ұясының үстінен ауырсыну бар ма, жоқ па? Жоқ. Иектен ауырсыну бар ма, жоқ па? Жоқ. Енді біз науқастың шайна бұлшықеттеріне баға береміз. Жағыңызды төмен қарай ашыңыз, қайттан жабыңыз. Ауырсыну бар ма, жоқ па? Жоқ. Аузына белгілі бір затты беріп шайнатып көреміз. Шайнау қимылына келтіріңіз аузыңызды. Ауырсыну бар ма, жоқ па? Жоқ. Ерніңізді әртүрлі қалыпқа келтіріп көріңіз. Аузыңызды алға қарай шығарыңыз, ерніңізді дөңгелектеп. Ысқырып көріңіз. Ұртыңызға ауа толтырыңыз. 5 секунд ұстап тұрыңыз. Қайтадан жіберіңіз. Науқастың шайна бұлшықеттеріне баға бердік. Нормально сақталған, нормада сақталған. Науқастың бет аймағында бетке және ауырсыну сезімдерін әртүрлі деңгейде тудырып көреміз. Науқас көзіңізді жұмыңыз. Және бетін әртүрлі деңгейде тітіркендіріп көреміз. Қай жақ тітіркендіріп жатырмын? Маңдай. Енді? Бет. Енді? Иек. Енді? Мұрын. Енді қандай зат тиіп жатыр? Үшкір. Қай жақ тітіркендіріп жатырмын? Бет. Осылай әртүрлі аймақтан тітіркендіріп көреміз. Енді зельдер зонасы бойынша бөліп қарастырамыз. Зельдер зонасы, яғни бізде мұрын мен ерінді қоса бірінші зона, одан кейін көзді екінші қоса өтетін екінші зона, ары қарай құлақты қоса өтетін ол үшінші зона болып табылады. Және осы үш зона бойынша бөлек-бөлек ауырсынуды, температураны және де тәптілік сезімдерді тексеріп көреміз. Қай жақта? Мұрын. Енді? Қас. Құлақ. Әртүрлі деңгейде осылай әртүрлі тітіркендіргішпен тітіркендіріп көреміз. Одан кейін бізде меншікті қысу сезімін тудырамыз. Яғни науқас көзіңізді жұмыңыз. Қай жақты қысып жатырмын? Бет. Енді? Маңдай. Осындай әртүрлі деңгейде қысу сезімдерін тудырып көреміз. Науқастың көзін жұмдыра отырып, ол сол сезімдерді қандай дәрежеде қысып жатқанын айту керек. Науқастан келесі кезекте сұрастыру жүргіземіз. Бетіңіздің белгілі бір аймағында ауырсыну сезімдері болар ма? Жоқ, болмайды. Ешқандай да интенсивті ауырсыну көрінісі көрінбей ме? Жоқ. Жұтынғанда, шайнағанда, сөйлегенде қиналу болмай ма? Ауырсыну деген сияқты белгілер? Жоқ. Азанда, кешке, түсте барлық уақытта біркелкі ауырсынбай жүреді ғой, Иә? Дәл осындай сұрастыру жұмысын жүргізе отырып, біз ішкі нервтің зерттеу жұмысын жүргіземіз.